Бұл Абай ауылы. 3 жыл бұрын мұнда жантүршігерлік оқиға болған. 7 жастағы баланы зорлау оқиғасынан кейін бір адам ғана сотқа тартылып, 7 жылға қамалып кетті. Алайда өткен аптадан бері қазақстандықтар сол жағдайды қайта талқылап жатыр. Бұған себеп The Village Қазақстан басылымы баланың әжесіне қысым көрсетіліп жатқанын жазған. Мұның мән-жайын білу үшін Түркістан облысы Абай ауылына барып, кейуананың өзімен сөйлесуді жөн көрдік. Шақ! Шақ алдым а! Мен күлеш емесім, сендерге әннеме қосалып, жылап қосалып. Баланың анасы келіп мазаламаса болды. Туысқандары, өздері. Бой жиі келіп мазалай ма олар? Ол бір-екі рет болып қалды. Бәрібір соның өзі ауыр. Ауыр? Маған ауыр тиеді, жасым өтіп қалған. Маған тыныштық берсін. Қамалып кеткен баланың анасы маған тыныштық бермейді. Мас болып келіп, есігімнің алдына мына жерлерге келіп түнде мазалайды. Қатты ауыр сөздер айтады. Баланың жақындары, соседтері, олар ұнатпайды мені. Мені есептейді, чтобы неге сен шындықты шығардың? Неге сен шындықты шығарасың? Біреудің баласын неге сен қаматасың? Қандай ақын бар сенің? Сен жала жаудың, дейді. Мен бәрін сот жүзінде істегем, заң жүзінде. Бірақ олар соны мойнына алмай, жаңағыдай бұрмалайды. Бала бұл жерде бошым тұрмайды. Бірақ 3 ай демалысқа келген рас. Демалысқа келді. Бұл үйде тұрмайды. Сол заматы 18 жылы март айында әкетілген, қайтып бала келген жоқ. Қазір Алматыда тұрып жатыр. Алматыда тұрады, оқиды мектепте. Бізге ешқандай жәрдем керек емес, бізге үйде керек емес. Тек бізге тыныштық берсе болды. Баланың анасы. Жаңа пікірді айтасыз ба, туыстарыңызды алып беріп жатыр ма үйді? Туыстарым алып беріп жатыр. Жинап бәрі орта. Сөз бердік, ешкімге керек емес. Кеше келді, адал партиясы керек емес. Біз алмаймыз, родственниктеріміз ұят болады, өзіміз әпереміз деді. Кінәлі болып табылып сотталған баланың туыстары сол әженің үстінде тұрады. Яғни 2 қабатты үй, соның үстінде прям тұрады. Солар әр үнемі араққа ішкен кезде, мас болған кезінде сондай уақытта келіп, әженің мазасын алады, қорқытады, үрейін ұшырады, өлтіремін деп балағаттайды. Яғни қария адам мазасын алады. Ол бойынша бірнеше рет полиция шағымданған болатын. Полиция келіп, оны әкімшілік жазаға тартқан болатын. Бірақ штрафын төлейді, қайтып келе береді ғой. Енді ана жерде өмір сүру өте қиын болып жатыр әжеге, қария адамға. Бұл кісілер ешқандай бір қылмысқа, немесе бір жаман қылыққа бейімді адамдар емес. Кәдімгі заңды не қылатын, тәрбие көрген сондай кісілерді. Жаман бір теріс қылықтар ондай жоқ. Ешқандай бір есепте жерде тұрмайды. Енді қария адамдар үйінде біріміз 2 жаңағы не бар, мүгедек бар. Өздері күн бойға шығып, күнде базарды тазалайды, сондай күнде 2000-3000 теңгеге. Жағдайлары өте нашар кісілер. Ал немересі ол басқа жақта тұрады. 2018-ден бері бұл жерде Абайда тұрмайды. Барынша қазір көмек беруге, басқа жерге көшіруге әрекет жасаймыз, қолдан келгенше. Ауылды масқараладың деп, тұрғындар да отбасына күн көрсетпейтін көрінеді. Мұның да ақ-қарасын ажырату үшін ауыл халқымен сөйлестік. Жауаптары мынадай. Әркім әртүрлі айтады. Өзіңіздің ойыңыз қалай? Ол ұнатпайтындар бар ма шынымен? Ауылды масқаралады деп жатыр біреулер. Бар ондайлар. Бар ма? Бар. Өзіңіздің ойыңыз қалай? Ауылды шынымен Абай ауылын масқаралады ғой негізінде. Баланың жағдайы ше? Білмеймін, баланың жағдайы Алматыда дейді. Нашар дейді, білмейміз ғой енді оның анықтысын. Жақсы ғой, бәрі болып жатыр ғой, айтқан нәрсе болып жатыр. Жақсы тыныш, жаман тыныш қой бәрі. Халық, тұрғындар оларға қарсы емес па, отбасыға?
Қарсы емеспін, жақсы бәрі аман есен екен. Танымайды екен, естігенмін, жаңалықтан көрген бойы танымайды екен. Халықтың несі өзгермеген емес па, естімедіңіз бе ештеңе? Бір жамандап немесе? Жоқ, естімедім. Жоқ, уже беймарал ғой, ондай нәрсе жоқ. Ешкім қарсы емес па ондай? Жоқ, беймарал ғой, ешкім қарсы емес. Іс 3 жыл бұрын жабылса да, ауылдағы даудамай толастамай тұр. Тұрғындардың көбі зорланған баланың отбасына жақсы көзқараста екенін айтады. Ал бала анасымен бірге қазір Алматыда тұрып жатыр. Әжесі баланың жағдайы жақсы екенін айтады. Балалар омбудсмені Аружан Сайынның айтуынша, бала мен оның анасына қор атынан пәтер жалданған. Ал әжесінің өзіне туыстары жабылып жүріп, үрей сатып әпермек. Әжесі басқа жерге көшсе ғана сотталған баланың анасынан құтыламын деген үмітте. Өйткені сотталған ер адамның туыстары 3 жылдан бері зардап шеккен баланың әжесіне күн көрсетпей келгені расталды.